Қайырлы күн менің жақсыларым. Сіздермен бүгін қойдың құйрық майынан әдемі тіске басар жасау жолымен бөліскім келіп отыр. Қойдың құйрық майы өте пайдалы тағамдардың бірі болып табылады. Ол энергияның бай көзі болып табылады, витаминге өте бай, құрамында терінің, көрудің, иммундық жүйенің және сүйектердің денсаулығын жақсартуға маңызды рөл атқаратын А, Е және Д дәрумендері бар. Сондай-ақ ас қорытуды жақсартады, антиоксиданттық қасиеттері бар, тамақтың дәмін жақсартып қана қоймай, иммунитетті де нығайтады. Ең алдымен құйрық майымызды салқын суға салып, 30-40 минут көлемінде қайнатып, бұқтырып, пісіріп аламыз. Піскен құйрық майымызды судан алып, суытып қойып қоямыз. Жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Суыған құйрық майымызды видеодағыдай етіп 2-3 сантиметрден турап аламыз. Ең астыңғы жағынан турамай кішкене орын қалдырып қойыңыз. Енді тураған әрбір бөлігіміздің арасына тұз сеуіп, қолымызбен сіңіріп отырып ысқылап шығамыз. Бағана айтып кеткендей, құйрық май өте пайдалы, энергияның таптырмас көзі болып табылады деп айттық. Сондай-ақ бұл суық аймақта тұратын адамдарға, әсіресе физикалық еңбекпен айналысатын адамдар үшін таптырмас тағам болып табылады. Кесілген бөліктердің арасын, үстіңгі бөлігін тұздап, ысқылап болған соң, дәл сол ретпен астыңғы бөлігінде тұздап, ысқылап шығатын боламын. Тұздалған құйрық майды бірнеше сағатқа немесе бір тәулікке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді құйрық майды аунататын дәмдеуіштерін әзірлеп аламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприканы қосып араластырдым. Дәмдеуіштеріміз жеткілікті мөлшерде болуы қажет. Егер бұлар жетпей қалса, үстінен тағы да еселеп салуыңыз қажет болады. Біздің құйрық майымыз тоңазытқышта әбден қатып, тұзы сіңіп, дәміне енді толықтай турап, жаңағы дәмдеуіштерге ауната берсек болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңағы әзірлеген дәмдеуіштерімізге құйрық майдың бөлшектерін матырып, жан-жағын дұрыстап отырып, ысқылап, сіңіртіп отырып, аямай жағып шығамыз. Дайын болған құйрық майларды мен осындай контейнерге салып, мұздатқышқа салып қатырып алдым. Егер мұндай ыдысыңыз жоқ болса, кәдімгі целлофандарға салып, қатырып қойсаңыз болады. Қажетінше бөлшектеп ақырындап алып, жей беруіңізге болады. Құйрық май жоғары калориялы өнім екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан оны қалыпты мөлшерде тұтыну қажет. Майды тоңазытқышта сақтасақ, тығыз, жабық пакетке немесе мұздатқышта сақтау қажет болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын, өте дәмді әрі пайдалы тағамдардың бірі.